Қисса Сүләнбия кітабынан үкінің жаралуы. Әл-Қисса топан су тартылып, таулардың төбесі көрінеді. Кеменің тоқтайтын шағы таяды. Сонда асқар таулар: «Нұх маған тоқтайды, адамзаттың ұрпағы менен қайта таралады» деп бір-бірімен таласа жөнеледі. Сол кезде Тұран даласындағы Қазғұрт тауы сынықтық көрсетіп: «Бұл дәрежеге мен лайық емеспін. Тәңірім орынбасарын биік тауға тоқтатар» деді. Жаббар Хаққа Қазғұрттың кішіпейіл мінезі ұнап қалды. Сосын пайғамбарына бұйырып: «Ей Нұх, кемені Қазғұртқа қондыр. Тіршілік сол жерден бастау алсын» дейді. Нұх Қазғұрт тауы қайда деп сұрады. Тәңірісі: «Сонда үкі деген құсты жаратты да, мына үкіні қасыңа ал. Оның көзі өткір. Түнде көреді, Қазғұртқа баратын жолды сол біледі» деді. Үкі Қазғұртқа жеткенше кеменің алдында жол көрсетіп ұшып отырады. Нұх Жидда тауын, сосын Арапат тауын айналып өтті. Кеменің желкені көрінгенде таулар балбырап, балқып кетіпті. Сондықтан да олардың жақпарында кемеге ұқсас жартастар түзіліпті. Нұх Қазғұрт тауына аман есен тоқтады. Кеме тоқтаған бетте пайғамбар кіші ұлы Жаппасқа: «Осы жерге қазық ұр» деп бұйырды. Сосын үкіге риза болып: «Орман тоғайдың иесі бол, шаңырағымның киесі бол» деп бата берген екен. Содан бастап үкіге айрықша кие дарыды. Адамдар оны тіл көз тимесін деп баланың бесігіне, қыздың бөркіне тағатын болды. Асқар таулар қанша жалынса да, үкі тоқтамай оларды айналып өтіпті. Сонда таулар үкіні қарғап: «Көзің көр болып көрмей қалсын» депті. Үкі содан бастап көзі күндізді көрмейтін соқыр болып қалыпты. Төрт түліктің қасиеті. Әл-Қисса: Нұх пайғамбар Қазғұртқа келіп тоқтаған соң, хайуандар мен жәндіктер кемеден шығуға таласа бастады. Сонда Нұх пайғамбар: «Бәрің де шығасыңдар, асықпаңдар. Тек адамзатқа қажет төрт түлікті алдымен шығарайын. Өйткені олар адамның кисе киімі, ішсе сусыны, жесе тамағы, жатса төсеніші болады» деді. Сонда манадан бері тағаты қалмай тынышсыз тұрған екі жылқы есік аузына бұрын жетті. «Нұх, тұлпарым-ай, жақсылығыңда адам баласынан аяй көрме. Жаратқан ием жаныңа адалдық беріп, тіршілік иесінің қанаты мен қағанаты бол» деп екеуінің жалын сипап кемеден шығарды. Пайғамбардың мейірімі түскесін жылқының жалы жұмсарыпты. Жылқы жығылған кісіге жалын төсейді деген сөз осыдан қалған екен. Есік алдына екінші боп маңырап қой келді. «Момын жануарым, бәледен аулақ бол, басыңа топалаң келмесін» деп оның жонын сипап өріске жіберді. Нұхтың қасиетті қолы тигесін қой берекелі жануарға айналды дейді. Үшінші боп есікке түйе келді. Оның маң-маң басқан жүрісін көріп: «Пай-пай, жампозым-ай, асықпай басып ақырын келесің, артыңнан сарып келсе де асығар емессің. Келең көбейіп матауың кең болсын» деп шуда жүнін аялай сипап кемеден шығарды. Нұхтың қолы тигесін шудасына кие дарыды. Сол себептен адам оның шудасын табанға баспай қадірлейді екен. Нұх түйенің қарасы көрінбей кеткенше қимай ұзақ қарап тұрды. Бұл қимастық сезімі аруанада да дарыпты. Ол да баласын қимастан ішінде 12 ай сақтайтын болыпты. Төртінші түлікті шығару үшін Нұх пайғамбар кеменің ішіне қарады. Кемеден шыққысы келмей бір бұрышта жатқан екі торпақты көрген Нұх: «Әй, сүті бұлақ сиырларым, бұл жатыстарың қалай? Қанеке шығыңдар, әукім деп шақырды. Сиырлар күйіс қайырып жата берді. Нұх ренжіп: «Әй, сендерге не болған? Қане тұрыңдар,
«Өк» деп екінші рет қайталады. Сонда ғана олар еріне тұрып әрең қозғалып есікке беттеді. Реніші тарқамаған пайғамбар: «Ой, жайбасарларым-ай, аяқтарыңды тез бассаңдаршы» деп мүйізінен ұстап есікке сүйреді. Бақайларын сыртылдатып сыртқа шығарды. Нұх пайғамбар ашуы тарқаған соң кемеге ұзап бара жатқан екі сиырға қарап: «Бір сөзде екі рет айтқыздыңдар ғой. Жем шөбіңді жеген соң күйіс қайыруың ұзаққа созылар» деді. Ашуланып мүйізінен тартқасын сиырдың мүйізі қатты болып біткен екен. Өгіз жығылған кісіге мүйізін төсейді деген сөз де осыдан қалса керек. Осыған орай сиырдың мүйізінен қатты ұстауға болмайды деген тыйым шықты. Наурыз көже. Әл-Қисса. Қазығұртқа Нұх күн мен түн теңескен кезде тоқтайды. Бұл 22-ші наурыз күн екен. Пайғамбар апаттан аман қалғанына шүкір етіп, Құдайы тамақ бермек болады. Кемедегі азық түлікті қараса, қап түбінде алақандай ет, бір-екі құрт, бір-екі уыс бидай мен жүгері, тары, су, бір шөкім тұз қалыпты. Пайғамбар барлығын қазанға салып пісірді. Тағамды әр бұлғаған сайын Алланың есімін айтып ұлықтады. Тәңірісі періштелерге: «Көрдіңдер ме? Мен үшін қолындағы барын салып ас беріп жатыр. Барып қазанына кәусардан тамызыңдар, берекемді шашыңдар» деді. Періштелер жиналып қазанды бұлғады. Азғантай 7 түрлі дәмнен жасалған тағам берекелі асқа айналды. Жан-жануар, аң, құс жиналып пайғамбардың қазанынан дәм татты. Содан бері Нұх бұл тағамы тілеу көже немесе наурыз көже деп аталыпты. Наурыз күні адамдар мен жануарларды тойдыру пайғамбардың сүннетіне айналыпты. Киіздің пайда болуы. Нұх кемесінде келе жатқан қой мен түйе сияқты жануарлардың жүні түлеп жерге түсе бастайды. Ол заманда малдың түгін кәдеге асыратын ақыл ойы әлі дамымаған еді. Түлеп түскен қыл-қыбыр малдың тұяғына езіліп жата берді. Жануарлар оның үстіне зәрін төгіп, аяғымен таптай түсіпті. Топан су бітемін дегенше әлгі жүн жыбыр зәрге иленіп, тұяқпен тапталып, қатты киізге айналады. Нұх қазығұртқа келген соң малдың бәрін шығарып кеменің ішін тазалайын десе, еденге төселіп жатқан киізді көреді. Сыртқа алып шығып жерге жайып еді, төсенішке айналды. Жамбасын жылытты. Үйінің сыртын қаптап еді, киіз үй болып шыға келді. Суықтан қорғады. Киізді қиып, етік, қалпақ, кебенек тігіп алды. Дорба мен қап жасады. Тіпті бесіктегі немересінің түтігін де киізден қиды. Осылайша алғаш рет киіз басу өнерін адамзатқа үлгі етіп қалдырды. Ең алғаш киіз қазығұртта жасалғасын, бұл өнер қазақ жұртына айрықша дарыпты. Олар киізді ою өрнекпен байытып, текемет, сырмақ, түс киіз, от киіз, сырдақ сияқты әдемі төсеніштерді дүниеге келіпті. Нұх пен кемпір. Әл-Қисса. Нұхтың заманында бір кемпір өмір сүріпті. Ол жалғыз сиырын сауып, сүтінен қатық істеп, пайғамбарға әкеп береді екен. Әр келгенде: «Шырағым-ау, ертең топан су қаптаса, мені де, сиырымды да кемеңе салып алуды ұмытпа» дейді екен. Сел бастылғанда абыр-сабыр болып жүріп, Нұх кемпірді ұмытып кетеді. Қазығұртта наурыз тойын тойлап жатса, баяғы кемпір қатығын алып келіп тұр екен. «Бұл не той? Топан су қашан болады? Апат келсе, бізді ұмытып кетпе қалқам» деп өтінді. Нұх ұялып қалды. Кемпірден кешірім сұрап болған жайды баяндады. Сонда кемпір: «Бәсе, бірнеше ай болды, сиырдың аяғы өрістен балшық боп қайтады. Құрғақ жерде мына қақпас ненің суын кешіп жүр деп ойлаушы едім. Адамды сонша шошытқан топан суың сол ма?» депті. Нұх кемпірді ұмытып кеткенімен, досына жақсылық қылған кейуананы мейірімді Алла естен шығармапты.
Тағы бір аңызда Нұх пайғамбар кемесіне күллі хайуанның тұқымы жайғасқан кезде біразына орын болмай қалады. Олардың қатарында құлан, қыран, қоңыр атты әулиелер орын болмаған соң ағаштан сал жасап Нұхтың кемесіне тіркеледі. Ағынмен келе жатқан кезде үш әулиенің салы үш жаққа кеткен екен дейді. Топан су қайтып, тау тастар көріне бастаған кезде әулиелердің салы үш тауға бөгеліп тоқтапты. Қызылтауда құлан әулие, Ақбет тауда қыран әулие қалыпты. Қоңыр әулиенің салы ең соңғы болып Шыңғыстауға келіп тірелген көрінеді.